Сәлем достар, бүгін өте керемет бір жасағаннан шығатын оңай пирогтың рецептімен бөлісетін болам. Алдымен бізге қажет өнімдер: ыдысымызға 4 жұмыртқаның үстіне қантымызды салып, миксерлеп шығамыз. Сосын сұйық майымызды құйып, жай жылдамдықпен миксерлеп аламыз. Сосын оған айранды құямыз. Массамызға алдын ала дайындап қойған ұн мен қосқышты салып, жай жылдамдықта миксерлеп аламыз. Енді қалған екінші бөлігін салып миксерлеп аламыз. Массамыз дайын. Мендегі форма 22 диаметрлік. Алдын ала қыздырылған печке 180 градуста 50-60 минут пісіріп аламыз. Мінекей достар, пирогымыз дайын. Үстіне қант ұнтағын шашып шығамыз. Пирогымыз дайын. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписаться батырмасын басыңыз.